20-шы нұсқа бірінші есепті талдаймыз. А бөлімінің есептеңіз. 5-тің 8 дәрежесін көбейтемін 9-дың 5 дәрежесіне. 45-тің 5 дәрежесін, жалпы біз 45-ті 5 көбейту 9 деп аламыз. Алымын қайтадан жазып қоямыз. Бөліміндегі 5 көбейту 9-дың 5 дәрежесін әр қайсысын 5 дәрежеге шығаруымызға болады. Негіздері бірдей дәрежелерді бөлеміз. 5-тің 8 дәрежесін 5-тің 5 дәрежесіне бөлемін. Дәреже көрсеткіштер азайтылады. 8-ден 5 аламын. 3 көбейтемін. 9-дың 5 дәрежесін 9-дың 5 дәрежесіне бөлген кезде қысқарып кетеді, немесе 1 болады. 5-тің 3 дәрежесін 1-ге көбейтеміз. 5-тің 3 дәрежесінің өзі шығады. 5-тің 3 дәрежесі ол бізде 125-ке тең. Екінші есеп. Футболдан Қазақстан Республикасы чемпионатына 16 команда қатысады. Жеребе арқылы 4 топқа бөлу керек. А, В, С, Д топтары және ертіс командасының А тобына түсу ықтималдығын табуымыз керек. А оқиғасы бізде ертіс командасы А тобына түседі деп аламыз. Осы оқиғаның ықтималдығын табуымыз керек. Бізде барлығы 16 команда болса, 4 топқа бөлсек, әрбір топта 4 командадан келеді. Және де мына А, В, С, Д 4 команда болғандықтан ертістің А тобына түсуі, ол яғни 4-тің ішінен 1 мүмкіндік деген сөз. Сонда 4-тен 1 немесе 0,125. Үшінші есеп. Өрнекті ықшамдаңыз. Өрнекті ықшамдаған кезде бірінші жақшаларды ашып аламыз. 4y-ті жақшаның ішіндегі өрнектердің әрқайсысына көбейтемін. 4y-ті y-ке көбейтемін. 4y квадрат азайту 4y-ті 1-ге көбейтемін. 4y азайту 3y-ті 2y-ке көбейтемін. 6y квадрат 3y-ті 4-ке көбейтемін. Минус, жақшаның алдындағы минус плюсті өзгертеді. 12y тең болады. Ұқсастарын біріктіремін. 6y квадраттан 4y квадратты аламын. 2y квадрат және модулі үлкенінің таңбасын қоямын. Минус 2y квадрат. Минус 4y, минус 12y таңбалары бірдей. 16y және таңбасын алдына жазамын. Тең болады. Ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарып жіберуімізге болады. Бұл жерде ортақ көбейткіш минус 2y. Жақшаның ішінде қалады. Y қосу 8. Келесі есеп. Жақшаны ашыңыз. 4-ші есеп. А азайту b-ның квадраты. Осы формула бойынша ашамыз. Бірінші өрнектің квадраты азайту 2 еселенген екеуінің көбейтіндісі қосу екінші өрнектің квадраты. Бізде бірінші өрнек x, x-тің квадраты азайту екеуінің көбейтіндісін 2 еселейміз. 6xy қосамын. Екінші өрнектің квадраты 9y квадрат. 5-ші есеп. Квадрат теңдеуді шешу. Квадрат теңдеу бізде келтірілген квадрат теңдеу, сондықтан бұл теңдеуді шешудің ең оңай тәсілі Вет теоремасын қолданамыз. 2-1-дің қосындысы минус 2-ге тең. 2-1-дің көбейтіндісі минус 8-ге тең. Қандай сандарды көбейткенде 8 шығатын еді? 2 мен 4. Енді таңбаларын анықтаймыз. 2-1-ді қосқан кезде минус 2 шығады. Демек 2 және минус 4 деген сөз. Теңдеудің жауабы минус 4 және 2. 6-шы есеп. Y тең болады 0,x, 0,5x қосу 1 және y тең болады минус x қосу 4 функцияларының графиктерінің қиылысу нүктесінің абсциссасын тап. Мысалы, А нүктесі осы екі функцияның графиктерінің қиылысу нүктесі болатын болса, оның координаталары x және y, абсциссасы дегеніміз осы x-ті табуды сұрап тұр бізден. Енді екі функция қиылысады дегендіктен бұл екеуін біз теңестіре қоямыз.
5х қосу 1 тең болады минус х қосу 4. 0,5х қосу х тең болады 4 азайту 1. 0,5-ке 1 қосамын. 1,5х тең болады 3. Х тең болады 3-ті 1,5-ке бөлемін. Х тең болады немесе 30-ды 15-ке бөлемін деген сөз 2. Х 2-ге тең. Жетінші есеп теңсіздікті шешіңіз. Теңсіздікті шешу үшін бірінші нөлдерін тауып аламыз, нөлге теңестіреміз. Алдыңғы есепте айтылғандай вет теоремасын қолданып түбірлерін тауып аламыз. Қандай сандарды қосқанда 8 көбейткенде 16 шығатын еді. 4 пен 4, 4-ке 4 қосамын 8, 4-ті 4-ке көбейтемін 16. Енді біз теңсіздік шығарып жатырғандықтан 4-ті белгілеймін, ашық қалдырамын. Ол бізде қатаң теңсіздік, сондықтан бізде 2 түбір еселі түбір шығып тұр. Сондықтан мұнда петля қойып кетемін. 4-тің сол жағынан 0 нүктесін аламын, 0-ды қоямын, таңбасы плюс, мұнда минус, мұнда плюс. Бізге артық аралық керек болғандықтан плюс қай аралықта плюс, сол аралықта штрихтап шығамыз. Сонда жауабы минус шексіздіктен 4-ке дейін және 4-тен плюс шексіздікке дейін. Бұл жерде 4 санынан басқасының барлығы теңсіздіктің жауабы бола алады екен. 8-ші есеп ықшамдаңыз. Х-тің минус 15 дәрежесі бөлімінде дәрежені дәрежеге шығару 3-ті минус 4-ке көбейтем, минус 12 дәрежесі. Негіздері бірдей дәрежелерді бөлу, х-тің минус 15 дәрежесінен азайтамын минус 12-ні. Минус 3 минус 5 кетеді, х минус 15 қосу 12, х-тің минус 3 дәрежесі, немесе 1 бөлінген х-тің 3 дәрежесі. 9-шы есеп орналастыруды есептеуіміз керек. 10-да 7 тең болады. Алымында 10 факториал, бөлімінде 7 факториал, 10 азайту 7 факториал тең болады. 10 факториалды жазып қоямын, 7 факториалды жазып қоямын, көбейту 10-нан 7 аламын, 3 факториал. 10 факториалды мен 7 факториал, көбейту 8, көбейту 9, көбейту 10 деп жаза аламын. 7 факториал, көбейту 3 факториал. 7 факториал мен 7 факториал қысқарып кетеді. 3 факториал дегеніміз 1-ден 3-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі. 2 мен 8-ді қысқартамын 4, 3 пен 9-ды қысқартамын 3, 12-ні 10-ға көбейтемін 120. 120 болады жауабы. 10-шы есеп. Осы нұсқаның А бөлімін бітіретін боламыз. Қазір 10-шы есеппен аяқталады. Барлық есепті дұрыс шығарсаңыз, сіз бұл тест түрінде келетін болады. А бөлімі әрбір есепке 1 балдан беріледі. 10 есепті түгел дұрыс шығарсаңыз, сіздің қоржыныңызда 10 балл болады. Келесі сабақта біз В бөлімін талдайтын боламыз. 10-шы есеп бойынша y тең болады 25х квадрат азайту 9 функциясының нөлдерін табуымыз керек. Нөлдерін табыңыз деген сөз, функцияны нөлге теңестіреміз. Ары қарай теңдеу шығарамыз. Х квадрат тең болады 9 бөлінген 25, х-ым плюс минус 5-тен 3. Немесе бұлай шығаруымызға болады. Екі жақшаға жіктеп 5х азайту 3, 5х қосу 3 тең болады 0-ге. Әрқайсысын жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. 5х тең болады 3, х тең болады 5-тен 3, келесі 5х тең болады минус 3, х тең болады минус 5-тен 3. Қалай шығарсаңыз да сізде плюс минус 5-тен 3 жауабы шығады.